Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біздер 11 класста математика пәнінде қарастыратын анықтауышты есептеу үшін электрондық кестені пайдалану тақырыбын қарастырамыз. Менің аты жөнім Құлшынбаева Нұргүл Естілеуқызы. Ақтөбе қаласының физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімімін. Сабақтың мақсаты бүгінгі матрицаны анықтауышы туралы түсінікті қалыптастыру, екінші және үшінші ретті анықтауыштарды есептеу, нші ретті анықтауышты есептеу ережесін білу, анықтауыштарды қолданудың мәні мен маңызын ұғындыру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, электрондық кестеде анықтауыштарды есептеу, оқушылардың тілге, елге деген сүйіспеншіліктерін арттыру, ауызбіршілікке тәрбиелеу. Бүгінгі сабақтың соңында сіздер қандай нәтижеге жетесіздер? Екінші және үшінші ретті анықтауышты есептей аласыздар. Нші ретті анықтауышты есептеу ережесін білесіздер. Анықтауыштың қасиеттерін білесіздер. Үшінші ретті анықтауышты үшбұршаудан табуды пайдалана аласыздар. Электрондық кестеде анықтауыш мәндерін таба аласыздар. Пәнге қатысты лексика мен терминология. Яғни сіздерде алдарыңызда үш тілде көрсетіліп тұр: матрица, матрикс, анықтауыш, определитель, детерминант. Минор, үшбұршатысы, метод треугольника, триангуляр матрица. Нші ретті матрица, N мерная матрица, N сауда матрикс. Бүгінгі сіздердің сабақта қандай көңіл күйлеріңізбен отырғандарыңызды анықтау үшін мен сіздерге сіздің бүгінгі көңіл күйлеріңізді сипаттайтын сурет салуыңызды өтінемін. Сурет салып болғаннан кейін сіздің көшіңіз сіздің көңіліңізді анықтап сипаттасын. Бүгінгі салған суреттеріңізге қарап, сіздердің бүгінгі көңіл күйлеріңіздің жақсы екендігін байқап отырмын. Олай болса, бүгінгі сіздер сабаққа дайын деп есептейміз. Енді сіздерді шағын топтарға бөлгім келіп отыр. Ол үшін сіздерге ел, жер, тіл туралы мақалдардың соңғы сөз тіркестері алынып тасталған таратылып беріледі. Сіздер өздеріңізге берілген парақтағы мақалды жалғастырып, туған ел, тіл, бірлік топтарына бөлініп отырыңыздар. Яғни сіздер егер мақалды жалғастыратын болсаңыздар, тіл ұлттың қан жүретін тамыры, сыйынатын тәңірі. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Жақсы сөз жарым ырыс. Отан үшін еңбек етсең, халқыңның сүйген ұлы боласың. Отан елдің анасы, ел ердің анасы. Отаны бірдің, жүрегі бір. Жүрегі бірдің, тілегі бір. Біршілік болмай, тіршілік болмайтын. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Бірлігі бар елдің белін ешкім сындырмас. Енді топтарға бөлініп отырғаннан кейін мен сіздердің білімдеріңізді тексергім келіп отырмын. Ол үшін алдыңғы сабақта меңгерілген білімді анықтау үшін төмендегі сәйкестіктерді орнатыңыздар. Яғни сол жақтағы бағанға оң жақтағы дұрыс жауапты сәйкес қойыңыздар. Егер сіздер қойып болсаңыздар, онда сіздердің жауаптарыңыз мына түрде болады. Квадраттық матрица жолдар мен бағандар саны тең матрица. Дұрыс. Жатық жолдардың элементтерін сәйкес бағандармен алмастыру амалы ол транспонерлеу деп аталынады. Дұрыс. Диагональды матрица негізгі диагональ бойы сандардан қалған элементтер нөлдерден тұратын матрица. Дұрыс. Бірлік матрица деп отырғанымыз негізі диагоналы бір санынан қалған элементтері нөлден тұратын матрица. Егер сіздер осылай белгілесеңіз, онда дұрыс. N жатық жолдан және M бағаннан тұратын тікбұрыш таблица элементтерінің жиыны Mn ретті матрица деп аталынады. Енді бағанның соңғы жолы квадраттық n өлшемді матрицаның негізгі диагоналы ол A1-1, A2-2, тағы да сол сияқты AN элементтерінен тұрады. Бүгінгі жаңа тақырыпқа қатысты сұрақтарға я, жоқ деген жауапты жеке және топпен талдап парақтарды толтырыңыздар. Берген жауаптарыңызды дұрыс немесе дұрыс еместігін сабақ барысында анықтаймыз. Яғни сіздерге андай түрде парақта жазылып тұр. Квадрат матрицаны анықтау үшін символдармен белгілейді. Яғни сіздерде символдар көрсетіліп тұр. Егер сіз келіссеңіз я деп жауап бересеңіз, ал келіспесеңіз, онда жоқ деп жауап беріңіз. Екінші ретті анықтауыш мынандай формуламен есептеледі.
Үшінші ретті анықтауыш графиктік түрде мынандай формуламен есептелінеді. Транспонерленген матрицаны анықтауыштары тең болады. Егер сіз я жоқ деп жауап бермесеңіз, онда оның орнына плюс минус белгісінде қоюға болады. Анықтауыштың кез келген жолының немесе бағаның барлық элементтерінің ортақ көбейткішін анықтауыш белгісін алдына шығаруға болады. Анықтауыштың кез келген екі жолының бағаның орны ауыстырылса, онда анықтауыштың таңбасы өзгереді. Анықтауыштың бір жолының бағаның элементтері түгел нөлге тең болса, онда анықтауыш та нөлге тең. Анықтауыштың бір жолы бағаны келесі бір жолдың бағаның сызықтық комбинациясын тұрса, онда анықтауыш нөлге тең. Анықтауыштың бір жолының бағаның элементтеріне екінші бір жолдың бағаның элементтерін кез келген санға көбейтіп қосқаннан анықтауыштың мәні өзгермейді. Анықтауыштың кез келген жолының бағаның элементтері екі қосылғыштан тұрса, онда анықтауыш екі анықтауыштың қосындысына тең. Егер сіздер өздеріңіз барлығын оқып я жоқ деп жауап берсеңіздер, онда бұл ойын данетки деп аталынады, немесе я жоқ ойыны. Яғни сабақтың соңында сіздер қаншалықты дұрыс жауап бергендеріңізді бағалаймыз. Бұл сіздердің яғни интуицияларыңыздың қаншалықты деңгейде дамығанын көруге болады. Немесе сіздердің осы материалдан қаншалықты білетіндеріңізді егер бұрын өтсеңіздер, яғни бақылауға болады. Матрицаны анықтауышы. Анықтама. Анықтауыш квадрат матрицаны сипаттайтын сан. Ол мынандай белгілермен белгіленеді. Яғни А матрицасы белгісі 2/1/2. Ол тік сызықпен А деп жазылады, немесе det А деп белгіленді, немесе жай жақшаның орны тік жақша ретінде жазылады. Бұл сіздердің манағы парақта бірінші сұрақтарыңызға жауаптарыңыз. Екінші ретті анықтауышты есептеудің формуласын сіздер төмендегі мысалдар негізде өздеріңіз жазыңыздар. Яғни осы мысалға қарастырсақ, 2 көбейтілген 2 минус 3 көбейтілген 1 қалай алынғанын ойлануға болады. Яғни негізгі диагональ бойындағы элементтері және қосымша диагональ бойындағы элементтер көбейтіліп, өзара азайтылған байқап тұрсыздар. Келесі 5/6 және 3/7 анықтаушын қалай есептейміз. Ол да манағы көрсетілгендей. Негізгі диагоналында тұрған элементтер 5 көбейтілген 7 минус 6 көбейтілген 3 тең болады 17. Олай болса, енді екінші ретті анықтауышты есептеудің формуласын өзіңіз жазып көріңіз. Егер сіздер жазсаңыздар, онда сіздердің мынандай түрде формула жазылу керек. Егер осылай жазсаңыздар, онда сіздердің жазғандарыңыз дұрыс. Енді 2/5, 3/3 анықтауышын неге тең екенін өздеріңіз есептеп көріңіздер. 2 көбейтілген 3 минус 3 көбейтілген 5 тең болады минус 9. Дұрыс жаздыңыздар. Енді үшінші ретті анықтауышты есептеуде үшбұрыштар ережесін немесе сарис ережесін қарастырайық. Бұл үшін бізге үшінші ретті анықтауыш мынандай символдар түрінде берілген болсын. Бұл анықтауышты есептеу үшін негізгі диагональ бойындағы элементтерді көбейтеміз. Сіздер көріп тұрсыздар қызыл жолақ бойындағы. Оған осы негізгі диагональға параллель орналасқан 2 элементті үшбұрыш жасап, үшінші элементтен көбейтіп қосамыз. Яғни суреттен көріп отырғандағыңыздай. Келесі осы қызыл жолақ бойындағы негізгі диагональ бойындағы элементтерге параллель орналасқан 2 элементті үшбұрыш жасап, үшінші элементпен көбейтіп қосамыз. Одан әрі азайтамыз. Келесі қосымша диагональ бойынша дәл осылай жүріп отырамыз. Қызыл жолақ бойындағы қосымша диагональдар элементтерді көбейтеміз. Оған параллель жоғары жағында 2 элементті үшінші элементпен көбейтіп үшбұрыш жасаймыз. Одан кейін келесі қызыл жолақтың төменгі жағында орналасқан 2 элементті үшіншісімен көбейтіп үшбұрыш жасап, осының бәрінің қосындысын азайтамыз. Нәтижесінде біздерде мынандай формула пайда болады. Егер бұл формуламен анықтап айтатын болсақ, А 1/1, А 2/2, А 3/3 негізгі диагональ бойындағы элементтер қосылған 1/2 көбейтілген 2/3 көбейтілген 3/1 қосылған
2/1 көбейтілген 3/2 көбейтілген 1/3 азайту 1/3 көбейтілген а 2/2 көбейтілген а 3/1 азайту а 2/1 көбейтілген а 1/2 көбейтілген а 3/3 азайту а 3/2 көбейтілген а 2/3 көбейтілген а 1/1. Бұл формуланы, яғни үшбұрыштар ережесін еске түсіріп жаттау жеңіл. Енді үшінші ретте анықтауышты үшбұрыштар ережесі бойынша есептейік. Яғни Б матрицасын анықтауышын табайық. Ол үшін 1, 4, 1 элементін көбейтеміз. Одан кейін оған параллель орналасқан 2, 1, сосын төменгі жағында үшбұрыш жасап 1-ді көбейтіп қосамыз. Келесі, осы негізгі диагоналға параллель орналасқан 3, 5 және 4 элементтерін өзара көбейтіп қосамыз. Келесі, қосымша диагональ бойынша жүріп отырамыз. 1, 4, 1, 4 кешіріңіздер 4-ті көбейтеміз. Одан кейін 3, 2, 1-ді көбейтіп, осы қосымша диагональ бойынша жүріп отырған элементтер қосамыз. Одан кейінгі 5, 1, 1-ді көбейтіп, қосып, осы екі қосындыны өзара азайтамыз. Нақты жағдайда біздерде қосымша диагональ бойынша элементтердің көбейтіндісі азайтумен бірден жақша ашылып жазылған. Яғни нәтижесінде біздерде 39 пайда болады. Енді келесі, біздер екінші ретті және үшінші ретті анықтауышты есептеу формуласымен таныстық. Енді n-ші ретті анықтауыш берілсе, мысалға 4-ші ретті, одан да жоғарғы реттілер. Оны қалай есептейміз? Сонымен танысайық. Ол үшін жаңа түсінік ұғым қалыптастырайық. Минор және алгебралық толықтауыш деген. Минордың анықтамасын келтірейін. n-ші ретті квадрат матрицаның a и j-ші элементінің миноры деп, a и j-ші элементінің қиылысуында орналасқан n-ші жолымен j бағанын сызып тастағаннан кейінгі қалған n-1 ретті квадрат матрицаның анықтаушын айтады. Және m и j деп белгілейді. Енді алгебралық толықтаушының анықтамасы n-ші ретті квадрат матрицаның a и j-ші элементінің алгебралық толықтаушы деп, үлкен a и j тең болады -1-дің дәрежесі, -1 дәрежесінде i плюс j көбейтілген m и j теңдігін айтамыз. Үшінші ретті анықтауышты қарастырайық. Осы үшінші ретті анықтауышын a1/1 элементінің минорын табайық. Ол үшін a1/1 элементін тігінен жол бойынша және жатық жол бойынша сызып тастағаннан қалған элементтер a2/2, a2/3, a3/2, a3/3. Бұл біздердегі яғни минор 1/1 болып аталынады. Басқаша айтқан кезде a1/1 элементтің миноры. Енді осыны алгебралық толықтауышын қарастырайық. Алгебралық толықтауыш, яғни a1/1 тең болады -1-дің 1 плюс 1 дәрежесі көбейтілген m1/1. Өздеріңіз көріп отырғандай, минор деп отырғанымыз бізде сан. Ал алгебралық толықтауыш деп отырғанымыз да сан болып тұр. Яғни минор деп отырғанымыз анықтауыш, егер үшінші ретті анықтауыштың бір элементінің миноры болатын болса, ол өздеріңіз байқап отырсыздар, екінші ретті анықтауышқа тең екендігін. n-ші ретті анықтауышты енді осы алгебралық толықтауыш пен элементтердің көбейтіндісі арқылы есептеудің формуласын, яғни бір жолын келтірейік. n-ші ретті анықтауышты n-ші жолда орналасқан әр элементпен сол элементтің алгебралық толықтауышының көбейтіндісінің қосындысы арқылы есептеуге болады. Анықтауышты баған бойынша жіктеп есептеу. n-ші ретті анықтауышы j-ші бағанда орналасқан әр элементпен сол элементтің алгебралық толықтаушының көбейтіндісінің қосындысы арқылы есептеуге болады. Яғни бұл анықтауыштың ретін бір ретке кемітіп есептеу жолы екенін көріп отырсыздар. Енді сіздерге жұптық жұмыс бергім келіп отырмын. Яғни тапсырма бірінші a және b матрицаларының анықтауыштарын есептеңіздер. Егер сіздер есептесеңіздер, онда бұл жұмыстың жауаптарын, яғни өздеріңіз көріп отырсыздар. A анықтауышының 1/2, 3/4 анықтауышының мәні -2-ге тең, B анықтауышының мәні -5-ге тең. Басқаша айтқан кезде B матрицасының анықтауышы -5-ге тең.
Енді сіздерге формативті бағалаудың табыс критерияларын алдарыңызға ұсынып отырмын. Яғни осы табыс критерийлері бойынша, яғни сіздер өздеріңіздің, яғни қандай мақсатқа жеткеніңізді біліп отырасыз. Яғни мұнда критерийлер, дағдылар білу және түсіну, қолдану. Екінші рет анықтауышты есептеу формуласын біледі, екінші рет анықтауышты есептей алады, үшінші рет анықтауышты есептеу формуласын біледі, үшінші рет анықтауышты есептей алады. Яғни жаңағы тапсырма бойынша сіз өзіңізді, яғни жеттім деп бағалай аласыз мақсатқа. Келесі топтық жұмыстың тапсырма номер 2. Сіздерге А және Б матрицалары берілген. Осы матрицалар үшін төмендегі тапсырмаларды орындаңыз. Бірінші, транспонерленген матрицаны анықтауышы. Бұл екінші тапсырма болып есептелінеді. Үшінші, -2, -4, 3, 4 элементтерден тұратын анықтауышы табыңыз. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 элементтерден тұратын анықтауышы табыңыз. 0, 1, 2, 0, 3, 5, 0, 15, 100 элементтерден тұратын анықтауышты табыңыз. Егер сіздер осы тапсырманы орындап болсаңыздар, онда жауабымен тексерейік. Яғни А және Б матрицалары берілген. Бірінші тапсырма А және Б матрицаларының анықтауыштарын есептедіңіздер. -2 А матрицасының анықтауышы, Б матрицасының анықтауышы -5. Келесі А транспонерленген матрицасының анықтауышында мәні -2-ге тең болып тұрғанын көріп тұрсыз. Бұл не деген сөз? Яғни манағы біздер ең бірінші сабақтың бас жағында парақтар толтырдық, данетки деген ойын ойнадық. Сонда жазылған транспонерленген матрицаның анықтауыштар тең болады деген. Сіз сонымен келістіңіз ба, жоқ па? Осы жерден, яғни мысалдың нәтижесінде сіз соған көзіңіз жетіп отыр. Олай болса, транспонерленген матрицаның анықтауыштары тең болады екен. Келесі, үшінші тапсырма бойынша -2, -4, 3 және 4. Бұдан байқағаныңыз, анықтауыштың кез келген жолының барлық элементтерінің ортақ көбейткішін анықтауыш белгісінің алдына шығаруға болады деген қасиет жұмыс орындалып тұр. Яғни, егер бұл жерде өздеріңіз байқап отырғандай, -2, -4, 3, 4 бұл А анықтауышын бірінші басында берілген. Яғни -2 элементіне көбейтіліп тұрған байқап тұрсыз. Яғни, егер бұл әсіресе қай уақытта тиімді бұл қасиетті пайдаланған, егер анықтауыш элементтері үлкен сандардан тұратын болса, яғни олардың ортақ көбейткішін анықтауыш белгісінің алдына шығаруға болады. Келесі қасиет, төртінші, яғни Б матрицасына қатысты. Анықтауыштың кез келген екі жолының орны ауыстырылса, онда анықтауыштың таңбасы өзгереді. Сіздердің Б матрицасы мен, яғни төртінші есепте келтірілген матрицаның айырмашылығын байқап тұрсыздар ма? Егер сіздер байқасаңыздар, онда екінші жол мен үшінші жолдың орнына ауыстырылған. Онда Б матрицасының анықтауышы онда -5 еді, орнына ауыстырылған матрицаның анықтауышы 5-ке тең. Яғни өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Яғни манағы парақтағы келтірілген жауаптарыңызбен өздеріңіздің осы мысалдың нәтижесінде алып тұрған жауаптарыңызды, яғни тексеріп, дұрыс жауапты жазып отырыңыздар. Келесі, бесінші, анықтауышта келтірілген, өздеріңіз байқап тұрсыздар, бір бағаны барлық элементтері 0-ге тең. Олай болса, анықтауыштың бір жолының немесе бағаның элементтері түгел 0-ге тең болса, онда анықтауыштың 0-ге тең. Енді жауаптармен салыстырып өздеріңіз тексеріп болғаннан кейін, сіздер сабақтың бастапқы бөлігінде толтырған я жоқ парақтарыңызды алып, қандай сұраққа нақты жауап бере алатындарыңызды қарастырыңыздар. Қандай сұраққа жауап әлі ашық күйінде қалды. Егер сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызбен салыстырсаңыздар, манағы парақтың айырмашылығы, яғни бұнда дұрыс жауаптар келтірілген. Яғни дұрыс жауаптар я деп, егер сіздер жауап берсе, өздеріңіз салыстыруларыңызға болады осыған қарап.
Енді мұнда тағы да қарастырылмаған қасиеттер бар. Ол қасиеттер мысалға айтатын болсақ, анықтауыштың бір жолы бағаны келесі бір жолдың бағаны сызықтық комбинациясынан тұрса, онда анықтауыш нөлге тең. Бұл 9-шы қасиет мысалға, немесе 10-шы қасиет. Оларды біз қазіргі тағы да мысалдар нәтижесінде орындалатындығын, орындалмайтындығына көзімізді жеткіземіз. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 5 анықтауышы берілген. Осы анықтауышының 3-ші жолына назар аударатын болсаңыздар, яғни бірінші жолды 1-ге көбейтіп, екінші жолды 1-ге көбейтіп қосқаннан алынып тұр. Олай болса, анықтауыштың бір жолы бағаны келесі бір жолының бағаның сызықтық комбинациясынан тұрса, онда анықтауыш нөлге тең екенін көздеріңіз жетіп отыр. Келесі 1-де 2, 9-да 10 анықтауышының мәнін есептеңіздер. -8-ге тең. Енді бұнда байқап отырғандағыныздай, анықтауышының бір жолының немесе бағаның элементтеріне екінші бір жолдың бағаның элементтерін кез келген санға көбейтіп қосқаннан анықтауыштың мәні өзгермейтіндігін байқап отырсыздар. Басқаша айтқан кезде, яғни бірінші жолдағы 1 және 2 деген бірінші жолдың элементтерін -2-ге көбейтіп қосылған деп қарастыруға болады. Келесі, анықтаушының қасиеттерін пайдалануға есептер шығару. Анықтаушының кез келген жолының элементтері 2 қосылғыштан тұрса, онда ол анықтауыш 2 анықтаушының қосындысына тең болады. Яғни 1-де 2, 9-да 10, осының 2 анықтаушқа, яғни 9-ды 1 қосылған 8, 10-ды 1 қосылған 9 деп қарастырып, яғни бөліп жазуға болады, және ол жеке-жеке анықтауыштардың қосындысына тең. Енді 4-ші ретті анықтауышта ретін кеміту арқылы манағы айтылған минор алгебралық толықтауыш деген ұғымдарды пайдаланып есептейік. Осы жерде байқап отырсаңыздар, яғни 4-ші ретті анықтауыштың есептеу үшін 3-ші жол элементтері таңдалып алынып отыр. Яғни жүктеу барысында. Неліктен деп ойлайсыздар? Сіздер дұрыс айтасыздар, онда нөлдер саны көп. Шындығында, егер сіздерге жоғарғы ретті анықтауыштар берілетін болса, оның бағанында немесе жолында 0 деген элементтері бар жолды немесе бағанды таңдаған тиімді. Себебі өздеріңіз, яғни жүктеу барысында көріп отырсыздар, 0 көбейтілген a3-те 2 деп жазылды, және 0 көбейтілген a3-те 4. Олай болса, 3-те 2-ші элементтің алгебралық толықтауышы мен 3-те 4-ші элементтің алгебралық толықтауышын есептеудің қажеті жоқ. Яғни 2 алгебралық толықтауыш есептесе жеткілікті. Себебі санды 0-ға көбейткенде 0 шығады. Олай болса, 1 көбейтілген a3-те 1 плюс 3 көбейтілген a3-те 3. Енді a3-те 1 элементінің алгебралық толықтауышы ол -1-дің 3 қосылған 1 дәрежесі, және 3-те 1-ші элементті сызудан алып тасталынған қалған минорды жазамыз. Ол бізде 2, 0-те 1, 1, 1, 3, 1, 3, 2. Плюс келесі 3 көбейтілген -1-дің 3 плюс 3 дәрежесі. Одан кейін 3-те 3-ші элементті сызғаннан кейін қалған 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2 анықтаушын жазамыз. Бұл минор болып есептелінеді. Нәтижесінде біздерде, яғни 4-ші ретті анықтаушты кеміту арқылы есептеу нәтижесінде біздерде -18. Енді электрондық кесте арқылы анықтауыштарды есептеп көрейік. Яғни Excel-де 3-ші тапсырмадағы берілген 4-ші ретті анықтауышты енгізіңіздер. Әрбір ұяқшаға 1, 2, 0, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 0, 3, 0, 1, 1, 3, 2. Енгізіп болғаннан кейін
электрондық кестеде анықтауышты есептеуді формула арқылы есептеп көрейік. Яғни манағы біздің нәтижемізді тексеруімізге болады. Ол үшін сізге яғни енгізіп болғаннан кейін функция қою командасын бересіз. Математикалық формулаларды таңдайсыз. Бұл жерде сіздерде ағылшын түрінде жазылды. Мәсәлән, трик деген. Егер сіздер Excel орысша қондырылған болса, онда operate деген сөзді команданы таңдайсыз. Менің жағдайымда, яғни md term деген таңдаймын. Яғни бұл матрицаның анықтауышын есептейді деген команда. Маған матрицаның енгізілген белгілеп алуым керекпін. Содан кейін қайтып келіп, яғни окей батырмасын бассам, менде матрицаның анықтауышы мен 18-ге тең екенін көріп отырсыздар. Енді келесі үшінші ретті анықтауышты есептеу үшін де осы формуланы пайдалануға болады. Яғни мәсәлән, трик математические формулы орысшасы таңдайсыздар. Одан кейін operate деген, яғни определитель матрицы, ағылшынша md term, соны таңдаймыз. Одан кейін матрица жазылған, яғни басқаша айтқанда анықтауыш жазылған ұяшаларды таңдаймыз. Содан кейін окей батырмасын басамыз. Жақсы Excel бағдарламасын жақсы білетін, немесе осы тапсырманы тез орындаған оқушылар, сіздер яғни матрицаны анықтауышын есептеудің үшбұрыштар ережесін формула арқылы өздеріңіз енгізіп көріңіздер. Яғни тең болады, манағы айтқандай негізгі диагональ бойындағы элементтерді көбейтіп, 2, 1, 2-ні, одан кейін қосамыз. Оған параллель орналасқан 0 көбейтемін 3-ге, көбейтемін 1-ге. Одан кейін қосамыз. Негізгі диагональға параллель орналасқан элементтер 1, көбейтемін 3-ге, көбейтемін 1-ге. Азайтамыз. Қосымша диагональ бойынша жүріп отырамыз. 1, көбейтемін 1-ге, көбейтемін 1-ге. Так, мына жерде A9-сы, яғни қайтадан бастап көрейік. Осы жерден, яғни жақсы оқитын оқушылар, сіздерге яғни формуласын үшбұрыштар ережесін пайдаланып жасап көріңіздер. 2-ні көбейтемін 1-ге, көбейтемін 2-ге. Қосамын 0 көбейту 3, көбейту 1. Қосамын 1 көбейту 3, көбейту 1. Азайтамын 1 көбейту 1, көбейту 1. Азайтамын 1 көбейту 0, көбейту 2. Азайтамын 3 көбейту 3, көбейту 2. Нәтижесінде Enter басамыз. Яғни формула арқылы енгізсеңіздер, сіздерде мынандай түрде, яғни енгізу жолында мынандай түрде формула шығады. Нәтижесі -12 екенін көріп отырсыздар. Яғни енгізген формуламыз дұрыс. Енді келесі осы анықтауышты есептеудің қолданбалы есеп қарастырайық. Яғни ағылшынша жазып отыр. Бұл жерде, яғни егер үш нүктенің координаттары белгілі болатын болса, онда осы жазықтықта берілген үш нүктенің қоршайтын, басқаша айтқанда үш нүкте арқылы кесінділер жүргізсек, сол кесінділердің яғни қоршаған ішкі аумағының ауданын табуымызға болады. Яғни аудан тең болады плюс-минус 2-тен 1. Анықтауыш бірінші жолында x1, y1, 1. Бірінші нүктенің координатасы x2, y2, 1. Екінші нүктенің координатасы x3, y3, 1 деп жазылады. Яғни бұл формула жаттауға жеңіл. Енді мынандай есеп қарастырайық. Өздерге Бермуда үшбұрышы берілген. Өздерінің суреті көріп тұрғандай,
яғни бұл үлкен аумақты алып жатырған үшбұрыш, өздеріңіз білетін. Бұл үшбұрыш аумағында, яғни көптеген самолеттар, қайықтар жоғалады. Сол үшбұрыш ауданының, яғни ауданын табуымыз керекпіз. Егер оның Майами 0-0, Бермуда 938-454, Пуэрто-Рико 900-518 деп нүктелерді қабылдайтын болсақ, онда осы координаталарды, яғни манағы айтылған формулаға енгізетін болса, 938-454-1, 900-518-1, 0-0-1, алдында плюс-минус 2-1. Бұл жерде плюс-минус таңбасы, яғни анықтауыштың таңбасына байланысты қойылады. Яғни сіздер өздеріңіз білесіздер, аудан оң шамамен өлшенеді. Нәтижесінде 447.242 шаршы метр деп есептеуге болады аумақты алып жатыр. Ендігі кезек сіздерге ой толғаңыз. Бүгінгі сабақ туралы ойыңыз. Қандай қиындыққа кезіктіңіз? Не үйрендіңіз? Келесі сабақтарда нені білгіңіз келеді? Егер сіздер өздеріңіздің ой толғаныстарыңызды жазып болсаңыздар, онда үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Тапсырма номер 1. Сіздерге А және Б матрицалары берілген. Осы А және Б матрицаларының бірінші анықтауыштарын есептеңіздер. Өздеріңіз көріп отырғанда А матрица екінші ретті матрица, Б матрицасы үшінші ретті матрица. Одан кейін екінші сұрақ транспонерленген Б матрицасын анықтауышын есептеңіз. Үшінші Б матрицасын, яғни жаңағы ретін кеміту арқылы есептейтін формулаға қатысты алгебралық толықтауыштар арқылы өздеріңіз көріп отырғандай 3, 2, 2 деп жазылған, яғни бірінші жол бойынша жіктелінген түрінде есептеңіздер. Екінші матрицаны анықтауышты қолдануға арналған есеп, яғни сіздерге үшбұрыштың ауданын табу керек. Егер ол үшбұрыштың координаттары 35-220, 112-56 және 0-0 болса. Бұл, яғни өздеріңіз оқып отырғандай, құстың өмір сүретін, яғни осы аумағын сұрап отыр ағылшынша. Қолданылған әдебиеттер: Куликов, Алгебра и теория чисел, Высшая школа 1979 жылғы, Окунев, Высшая школа просвещения 1966 жылғы, Куруш, курс высшая алгебра, наука баспасы 1965 жылғы. Назарларыңызға рахмет.